Всем привет! Бүгінгі видеода сіздерге ерекше бір самсаның түрін көрсеткім келеді. Міне фотосы осы жерге қойып қойдым. Осыны мен ютубтан көрген болатынмын, және де бірден қызығып, мен де жасап көрейін деп шештім. Бүгін, яғни пісірген кезде мен бірінші рет жасадым. Сондықтан дәл фотодағыдай идеально шыққан жоқ, алайда өте дәмді, күшті болды. Почти идеально десем болады. Ал ендеше бізге керек нәрселерден бастайық. Ең алдымен ұн сіздерге негізінен қанша адамға жасайсыздар, соған байланысты. Жылы су және ерітілген сары май. Ең алдымен ұнымызды жақсап тұрып електен өткізіп аламыз, және одан кейін суға тұзды қосамыз, бір шай қасық тұзды. Сосын жақсап тұрып араластырамыз, және де одан кейін ұнның ортасын осылай ойыс қылдырып ашып аламыз, және осы жерге қазір ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майды құйғаннан кейін осының үстіне жаңағы жылы сумен тұзымызды құйып, қазір біз тесто жасаймыз. Міне біздің тестомыз дайын. Енді жақсылап жылы жерге немесе бөлме температурасында біраз уақытқа қойып қоямыз. Ары қарай біз начинкасын жасаймыз. Оған менде начинкама немесе салма дейін. Бұл жерде менде фарш және картошка, потом пияз и чеснок қостым. Негізі өздеріңіз білесіздер, қалай сіздерге ұнайды дегендей. Кейін барлық дәмдеуіштер, перец, тұз, қызыл бұрыш барлығын жақсылап салып, потом обязательно сұйық май құйыңыздар. Сухой болмас үшін осыны барлығын араластырып, біздің салмамыз дайын болады. Ары қарай енді жасап бастайық. Бұл жерде біздің тестомыз дайын, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қалған бөліктердің барлығын осылай дөңгелектеп бұқтырып қоятын боламыз. Өзімізге қажет бөлікті аламыз. Ең алдымен бір бөлікті бірнеше бөліктерге бөліп қойып қоямыз. Ол бізге керек болады. Енді біздің тестомызды алып, осыны жақсылап оқтаумен жаямыз. Қатты жұқа қылмаңыздар, тым қалында қылмаңыздар, орташа болғаны дұрыс. Кейін ортасына фаршымызды салып, жақсылап енді самса сияқты, хинкали сияқты түйетін боламыз. Ортаға барлығын жинап, кейін осы ортадағы үлкен жиналған тестаны, біз ұстап тұрған жерді кесіп тастаймыз. Өйткені ол бізде қалың болып піспей қалуы мүмкін. Пышақпен алып тастаймыз. Және осының астына, как батнос па, қалай осындай жасаймыз, видеодағыдай жақсылап барлығын біріктіріп, және де осы лағман сияқты тестаны жасап, әдемі етіп өреміз. Өте әдемі қылып узор жасаңыздар. Және де осыны біздің чайниктің жан-жағын әдемілейміз осылайынан, видеодағыдай барлығын. Ең соңында осындай крышкасын қойып қоямыз. Мінекей біздің шайниктеріміз дайын. Енді осыған жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға жібереміз. Сіздерге бір совет, негізі тесто жасаған кезде дрожжевой немесе кәдімгі слоеный тесто жасасаңыздар. Өйткені менде крышкалар кішкене қатып кетті, көп ұстап қойғандықтан. Мінекей біздің шайниктеріміз, ыдыстарымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, және де комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока!